микрофон кішкене көтеріңіздер. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті қонақтар. Той құтты болсын тағы да. Рахмет. Жалпы маған Ғалымжан хабарласқан кезде менің тойымда, менің беташарымда менің ең жақын адамдарым болады деді. Мені бәрі таниды деді, мені бәрі жақсы көреді деді. Не только Ғалымжан, просто ғ деп айтсаң өздері шапалақ ұра береді деді. А если Ғалымжан деп айтсаң айғайлап шапалақ ұрады деді. Егер Мұсақожа көкем мен Гүлнар анамыздың атын айтсаң орнынан тұрып шапалақ ұрады деді. Қайдасыздар? Рахмет. Орнынан тұрған жандар, баршаларыңыздың ақшаларыңыз көп болсын, кредиттеріңіз жабылсын. Биыл Мальдиваға барып қайтыңыздар. Орнынан тұрған жандар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қадамдар мен мырзалар, құрметті қонақтар. Жаңатанды персоналмен солыңды, жақсыларға соза берген қолыңды, жақсы жүрген жерде қадір болады, жақсылыққа оңғаратын жолыңды, жақсыға сөйле, жақсыға ойларыңыз бұрылсын, жүректеріңізде көпсілік тірелсін, жақсы жатқан жерде жақсы түс көрер, жақсы тек жармырыз білісің, сөздің басы бісміллә, бісмілләсіз іс қылма деп бүгін дәулеттер әулетінде Ғалымжан мырзаның керемет беташар тойы біздің Мұсақожа көкемменен Гүлнар анамыздың шаңырағында ұлы той, ұлы мейрам. Сол себепті осы тойымыздың түндігін ашып шымылдығын түріп берсін деп әулеттің үлкендері Омар атамызды, Асан атамызды, Өмірзақ Жаппар аталарымызды және де Алтын Тынышкүл апаларымызды мен той төріне шақырайын. Әдемі ақ тілектеріңізді арнап тойымызды ашып берсеңіздер деп жатырмыз. Келіңіздер кәнеге Омар, Асан, Өмірзақ Жаппар аталарымызды, Алтын Тынышкүл аналарымызды шақырайық кәнеге. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті аталар, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум ата, қош келдіңіздер. Енді аталарымыздан бүгінгі керемет тойымызды ашып берсін деп, осындағы сіздердің алдарыңыздан өтейік деп керемет тілекті сұрап жатырмыз. Омар атамыздан бастаймыз ба? Ата, келіңіз. Омар атамыздан ба? Келіңіз ата. Молда, құрметті ағайын туысқан, құда жекжат, бала-шаға бәрімізді бүгін Мұсайынымыз үйіне үлкен той жасап жатыр. Үйіне келін түсіріп, беташарын жасап жатыр. Мұсайынымыздың ниеттері болса да Алла Тағала қабыл етсін. Екі жас Ғалымжаннан келін екеуі бақытты болып, үлкен семья құрып, бақытты болсын. Ал құрметті мұсылмандар, бүгін Алла Тағаланың Зулқада айының бүгін 11-ші күні, 9-шы май күні, мереке күні құтты болсын. Енді бүгін өте қуанышты күн болып жатыр. Шариат бойынша дейді, әрбір ата-ана мынау некелесу өз балаларын некелесіп қосылса деген үмітте. Сондай үміт енді бұл баяғыдан келатқан Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адам-атадан басталып, осы жұп-жұп боп жаратып үйленіп тойланып жүрген екен. Енді Құда қаласа Мұхаммед пайғамбарымыздың несі айтқан екен, мен осы үмбеттерім үйленсін, ұрпақ өсірсін, мен ұрпақтың көптігінен қуанамын деген екен. Сол себепті Ғалымжан баламыздан келіміздің Алла бүгін қосылған күн барлықтарымыз осы күнге қуанышпен келіп отырмыз. Осындай қуаныштар көбейе берсін, шаңырақтарын Алла Тағалаға жар бергесін. Айналайын келін, өз елінен кетіп, осы басқа елге келіп, осы ақ батырын қосағаны аттап, бисмиллахи-рахмани-рахим деп аттағаннан кейін, сол үйде екеуінің
бірігіп өмір сүріп бақытты болуына мен тілектеспін. Біріншіден әке-шешелеріңді құрметтеңдер. Уф деген өте жаман нәрсе. Әке-шешеге қаршықтан ренжітпеңдер. Сонан кейін барып өтіп Алла Тағала сендерге өте жақсы жолдарын қойып тұрады. Алла Тағалам да риза болып тұрады. Енді сендер өмірде шүбірлі болыңдар, бақытты болыңдар деп өзін сақтасын. Мына шаңырақтарын Алла берекесін берсін. Мынау келініміз Алла құтты келін болсын, бақытты болыңдар. Айналайын болса, айналайын болар келін. Бірінші мынау қуаныштарымен құттықтаймын, бақытты болсын. Немесе мына балаларыңыз енді қанша дегенмен өз Алла Тағаланың қосқан аманаты. Ләжім болса, Алла Тағала сендерге ұрпақ әкелсін, немере әкелсін, бақытты болыңдар, осындай қуаныштар қоя берсін. Осы тойға басылерінде бақытты болыңдар деп алайын. Осы тойдың барлықтарына Алла осындай жұмысты бола берсін дейміз. Құрметті қадірлі қонақтар, мінекей міне Алла Тағала бүгін қуанышқа кенелтіп жатыр. Осы қуаныш Алла Тағала арақты ұзағынан болсын. Бірінші қуаныш тойлары айналайын болса келін құтты болсын. Мынау екі жас бақытты болсын. Мынау ақсақалды аталары, асылайлы аналарының бүгін беріп жатқан баталары Алла Тағала бермейінде қанылсын. Өсіңдер, өліңдер, Алла Тағала кем ғана чайып. Әр уақытта Алла Тағаланың осы тойдан кем боласын, тойға насыр етсін. Аллаху акбар. Рахмет. Аталар, Алла разы болсын. Әрмен қарай. Allah'ın mınav musafirler toylar olsun. Toyların toyga olasa versin, olasa versin. Yaşlarımız bakıtlı olsun, öbürlü şübürlü olsun. Mına kişilerin aytkan tilekleri perişenin kulağına çalınsın. Allah amin de öbürlü şübürlü göğsü boynup senderge tez kana oğuzlarını kılışlarını görsetsin Allah. Allah amindir. Amin. Әрмен қарай. Апалар. Kaydı bakıyorum. Bizden bizden atalarımızda kayıtlarında kalacak. Soğukta atalayız. Allah geldi. Kutlu işleklerimiz. Kutlu geldi başına. Böyle şımarık olsun. Bizim kocalardı dedi. Doğum köye gemesin bizlerle. Beni de şımarık. Navlayalım. Atın ayıklayın da olsa da. Atın gayrım da sıcakçıdan atın öyle olsa. Al yende. Aynalayın köpçülük görünümüz var, görünümüz var. Ben ne selam verdim, assalamu aleyküm. Al yende buna kelgen kendimiz. Ayağı oğlum bolup. Kutlu olsun. Günler sındım. Musafir olam. Aynalayın, rahat barışağının kızığın gör, rahatın gör. Birin jedekte, birin arkada. Allah'ın körtetken bar şaktılığın tileyim canım. Mağam meşikti kıyım olan ürün meşikti sınırı boydum. Benden bir жақын. Al endi ne diyeyim, bar şaktılığı tileyim. Kalımcan aynalayın. Özünden köpey, baqıtlı bol, devletli bol. Basın aman bolsun, denim sağ bolsun şıraqtarım, özlerimden köpeyindir. Bar şaktılığı tileyim, Allah Teala kabul etsin. Benim şın yürekten tileyim olsun. Almayın. Amin. Allahu Ekber. Al, ata, apalarımız үлкен рахмет. Allah razı болсын сіздерге. Дастарханға жақсылап жайғасып алсаңыздар сіздерге үлкен рахмет. Әпкелеріміз, әпкелеріміз, кәнеге келінісі, беташарлы,
Оқтау қайда, оқтау сайын жігіт қайда, орамалдың басына байлаңыздар. Сол орамалды, мына орамалдың басына байлаңыздар. Оқтауды кім ұстайды? Кім? Аты кім? Кім? Иса? Ұстамай ақ өзіне бәрі жұмыс болмайды, бұл оқтаудан бақсы. Оқтауға кеш сияқты ғой, жоқ кісіге. Вообще, оқытыла салғы керек сияқты ғой бірден. Оқтауда ұстап тұрған болсақ, енді тағы да ассалаумағалейкум құрметті қонақтар. Жаңа айтып жатырмыз Ғалымжан мырзаның беташары деп. Маған Ғалымжан мырза хабарласқан кезде микрофонға кішкене не зауыт қосып сәл көтерейікші. Ғалымжан мырза маған хабарласқан кезде жалпы былай айтқан болатын: менің беташарым ерекше өтсінші, өзіңнен бір-екі затыңды білемін, тағы бір-екі зат қоссақ деді. Сол себепті осында мен Ғалымжанның досымын дейтін, мен Ғалымжанның жан досымын дейтін үш жігіт келсінші ортаға маған. Кім бар? Мен Ғалымжанның жан досымын дейтін үш жігіт ортаға шықсыншы, кім? Келіңіздер, бойдақтар шықсаңыздар да болады. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Есіміңіз? Асылтай. Асылтай. Кім боласыз? Досым. Қай жақтан келдіңіз? Қаладан. Қаладан ба? Бұл. Есіміңіз? Ескелді. Ескелді ма, ескелдір ма? Ескелді. Ескелді. Кім боласыз? Досы. Досы? Қай жақтан? Шымкенттен. Шымкенттен. Есіміңіз? Маулен. Маулен. Кім боламыз? Досы. Қай жақтан? Қаладан. Қаладан? Қанша жылдан бері танимыз Ғалымжан? 20 жылдан. 20 жылдан бері. 4 жасарынан. 4, бәрі біледі екенсіз. 25 жылдай. 25 жылдан бері танимыз ба? Ғалымжан үшін не істей аламыз? Не істеу керек? Жоқ, менен просто не істей аламыз? Біраз нәрсе. Не істеу керек істейміз. Бұл, значит, бәрін істейсіз. Ғалымжан үшін сіз бәрін істейтін сияқты түріңіз айтып тұрсыз. Сіз не істей аласыз? Істейміз. Істейміз ба? Бәріне дайынбыз ба? Әрине. Иә. Тағы екі жігіт керек маған, тағы екі жігіт. Бірақ осы екі жігіт активный, позитивный, Ғалымжан үшін до конца барам дейтін екі жігіт керек маған. Бүгін осы беташар ерекше өтсін. Кім бар? Айтыңыздаршы. Кім? Димаш дейді, Димаш. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Димаштың настроениесі жоқ сияқты, басқа бір шайнасында. Кім бар? Өзіңіз ба? Так, Нұреке, есіңіз? Нұрлан. Нұрлан. Нұрдәулет. Кім боламыз? Досы. Қай жақтан? Шымкенттен бе? Шымкент. Нұрдәулет, досы, Шымкенттен. Енді былай жасайықшы, сіз екеуіңіз мына жаққа тұрасыздар. Мен сіздердің жұмыстарыңызды өзім бөлек түсіндіретін боламын. Мына арасында Ғалымжанның інісі ме бар ма? Спискін ұстап тұратын. Кім бар? Спискін ұстап тұратын бір кісі болса, спискін ұстап тұрсаңыз, осы керемет беташарымыз бастайық. Бір шапалақ ұрып қошмай деп қойыңыздар, құрметті қонақтар. Қол соғып қояйық кәдеге. Рахмет, сіздерге енді үшеуіңізді аттарыңызды жаттай алған жоқпын, шынымды айтайын. Сіздерге бір ат қойып алу керек болып тұрып, үшеуіңізге бірдей. Сіздер достар деп айтамын, үшеуіңіз достар боласыздар. Сіздердің командаларыңызға бауырлар деген ат қояйық, Енді мен түсіндіремін сіздерді не үшін шақырғанымды. Құрметті қонақтар, бәріңіз беташарға барасыздар ғой? Беташарға барған кезде сіздер айқайлайсыздар. Бүгін сіздер айқайламайсыздар. Бүгін сіздердің орындарыңызда мына үш жігіт айқайлайды. Мен қазір домбырамен мақамға салып келіп шашымды бүйтемін, сол кезде ай деп айқайлайсыздар. Үшеуіңіз келісіз ғой, достар сөйтеді, бауырлар. Қанша жылдан бері танимыз Ғалымжанды? 10 жыл. Кейістаған дейсіз, күшік асыра бағана болса, дұрыстап айтсаңшы. Қанша жыл? 3 жасынан танисыз ба? 3 жасынан танитын Ғалымжан тойында бауырлар, сіздер келген қонақтарды екеуіңіз билеп күтіп аласыздар. Қаршы, бүгін Ғалымжан беташар ерекше болсын. Өзім айтамын. Кешігіп қалмаңыз. Осы балдармен бірдей. Бәрекелді. Енді билейтін музыка қойшы, мына жақты тексеріп көрейік.
супермаркеттің алдында тұратын маталар құсап не істеп жатсың екен? Нормально, активно, былай қарап, билеп, бәрін күтіп алып, ендеше бет ашарымыз бастайық екен. Шымқалам тұғырлы елдің тұран бағы, көгінде қалықтаған ұландары. Ассалаумағалейкум менің елім, орындалған бүгінде бір арманы. Жағылып бүгін елдің айдай анық, жағылып қожалардың шырағданы. Демесің басын бері бұрмай мекен, дегендей ағайындар қолдай мекен. Қожаның ұл үйленіп жатқан кезде, қожалар бір айқайлап қоймай мекен. Демесің ағым бізге бағынбай ма, жырымда мен сөзімді қабылдай ма. Қожаның ғалым жаны үйленгенде ысқыратын бір адам табылмай ма? Бүгінде мына тойың құтты болсын, шабандоз шабарлама, шабарманың мықты болсын. Ассалаумағалейкум армысыңдар, төрт көзің түгел елім бармысыңдар. Қол соғып қошеметтеп жатырсыңдар, бәрінде осылай бір нармысыңдар. Дегенде қошеметті ойлай мекен, ақындар бүгін терең бойлай мекен. Ағайын бүгін оттай жансын деймін, аямай шапалағын салсын деймін. Шапалақ ұрмайтығын жігіттердің қыздары байға кетіп қалсын деймін. Шапалақ ұрмайтығын арулардың жігіттері басқа қызға барсын деймін. Шапалақ ұрмайтығын ағалардың машинасы оталмай қалсын деймін. Шапалақ ұрмайтығын жеңгелерім ағалардан екі удар алсын деймін. Шапалақ ұрмайтығын аталардың пенсиясы азайып қалсын деймін. Шапалақ ұрмайтығын аталардың шалдары бір тоқал алсын деймін. Демесің сөзімді елім ұқпай қалман, көңілімді ағындық шықпай қалман. Баяғы қожаларды көрген едім, бір шапса алжауынан түк қоймаған. Бүгінгі қожаларым естілмейді, неліктен дауыстарым шықпай қалған. Қожалар бар ма? Айналайын келінжан, бір қожа бар екен арамызда. Айналайын келінжан, айналайын келінжан, сала қойғаны сәлемді ал, мына салған сәлемің жарықта етсін әлемді. Сәлем салғын әруаққа, әруақ жолын салмаққа, тастамасаң жаныңнан, демеп те жүрер жан жақтан. Айналайын келінжан, сала қойған сәлемді, қожалардың елінен дәметіп өткен әруаққа. Қазақтың даласында өлі разы болмай тірі байымас деген тамаша сөз бар. Сол себепті осы әулеттен өткен біздің әулеттің үлкен әруақтарымызға қатарынан 3 сәлем салып қояқ жақсылап кәне. Кішкене бос көрмеңіздер, қатарынан 3 сәлем салып қояқ әруақтарымызға арнайы. Көңілге ауыр батпан батқан жоқ қой, ақындар сөзді міне тапқан жоқ қой. Ағайын бір айқайлап қоймаймыз ба, ғалымжан күнді үйленіп жатқан жоқ қой. Орындалып жеңістің дара күні, қазақтың көрінетін даналығы. 93 жылдан бермен қарай келе жатқан ғасырдың болды үлкен жаңалығы. Бәріміз мына тойды тойлап едік, Нұрдәулетпен талай жерге бойлап едік. Әйтеуір ғалымжаным үйленді ғой, үйленбей қалама деп ойлап едік. Ғалымжан ұрпақтарың мықты болсын, жұбайың қос егізге жүкті болсын. Батырларды әкеліп мына елге жүрегі ұлдарыңның түкті болсын.
қарсаңында алып келген жаңа жарым Катюшадай мықты болсын. Жеңістің қарсаңында тауып берген Әлия Мәншүктейін мықты болсын. Біленер көтергенде асқар ғайып, отырайық бүгінге томсармайық. Ғалымжан бүгін, Ғалымжан мына жеңіс құтты болсын. Ортадағы Рахымжаны Қошқарбайым бүгінде орындалар күнін күткен, жұбайының шағым деген үнін күткен. Бүгінгі атап айтар кетейін ау, құтты болсын отауға туың тіккен. Жаңағыда айттым ғой мықты болсын, ұлдары Ғалымжанның жүрегі Ғалымжанның түпті болсын. Жеңістің қарсаңында алып берген ата-анаңа жеңісің құтты болсын. Нағашылар бар ма осында? Нағашылар бар, дауыс шығарып қойшы, қайдасыздар? 3 адам келгенсіздер ма? Нағашылар жасап дауыс шығарып қояйық. Нағашылар қайда? Айналайын нағашы, арқылының бағаш, еркелетіп жиенде, келіп қапты қараш, біле білсең ағайын. Сөйтіп қатыра тұрыңыздар. Репетиция нағашылар шыққанды өйсті айқайлайсыздар мақым ба? Айналайын ата мен апаларым, сапарға шықсам сенен баталармын. Аталар мен апалар аман болсын, мен дағы бір ақтангер аталармын. Ортаға іләйімде шықсын деймін, даңқы мықты аталар мен апаларым. Барша мені аталар мен апаларға сәлем салғын соларға баталарыма. Аталар мен апалар аман болсын, шығамын сендер барда жоталар қалайын. Барша әулеттің үлкен ата-апаларына атын атайын деп жатқан жоқпын. Жалпы ата-апаларға бір 2 сәлем салып қойыңыздар, кәнекей жақсылар. Нағашылар бүгінде қайда деймін? Көңілменен осылай жайна деймін. Түп нағашы алдымен аталатын, түп нағашы осында қайда деймін. Ахат менен Шахаттай ағалар бар, Бақым менен Ғалымжандай даналар бар. Серікбай бөлеміз бар жұбайымен, әдемі нағашыға саналар дәл. Осылай нағашылар билеп келісін, бір-бірін жақсылыққа сүйреп келісін. Демесің ақын сөзді жұтып алады, демесің ақын сөзбен ұтып алады. Нағашылар қорықпай билеп келісін, алдарыңнан 2 жігіт күтіп алады. Барша түп нағашылар, Ахат, Шахат, Бағым, Ғалымжан, Серікбай, бірелер жұбайларымызбен келіңіздер кәнекей. Жер музыканы ал кеттік! Еркектермен билемейсіңдер, жібер кәнекей, қос! Ал енді кет! Ақшам аз болып тұр, бағасын түсіп бергіші деп жалынып атқан адамдар білмейді ғой, ана жақта билеп жүргеніңізде негізі. Негізі әжептәуір бизнесмен кісілер ғой бүйтіп келгенде ше. Ал енді бүгін Ғалымжан үшін бәріне барып отыр мына кісілермен бір жұмыстарын сұрайыншы осы кісілердің. Қызмет? Жеке кәсіпкер. Жеке кәсіпкер, нақтырақ айта аласыз ба? Құрылыс. Құрылыс
сізде? Дәрігер. Сіз дәрігерсіз ба? Қандай не емдейсіз? Уролог. Кімнің проблемасы бар десең? Сіз? Жаттықтырушы. Жаттықтырушы. Сіздікі дұрыс. Мешітке тырыш тұра бар. Жаттықтырушы ортаға тұр. Уролог сәл атыстыра берсін мені. Так, қызмет. Автозапчасть, автосалон магазинде жұмыс істейміз. Автозапчасть, автосалон магазинде жұмыс істейді. Сізде Жеке кәсіп. жеке кәсіпкер. Нақтырақ айтатын болсақ, құрылыс заттары. Нақтырақ айтатын болсақ, так, сізде жеке кәсіпкер бар, машина не қылатын бар, жаттықтырушы бар, и мынандай бар бізде. Уролог жоқ, негізі әзілдеп отырмыз, дұрыс. Құдай қуат берсін. Біздің қазақтың жігіттеріне негізі өте керек қой, қазіргі таңда өте керек. Біздің қазақтың жігіттері Құдай қаласа 5 ұлдан, 5 қыздан жаңағы тудыратын шамасы жетсін деп, осы жігіттер еңбек сабатыр бар. Шапалақ ұрып қошемет деп қойыңыздаршы. Міне, күшті уролог деген есе шығып кетті дейін кәдімгі, мәз болып қалды. Ал, енді әрмен қарай жалғастырайық. Ал, енді жалғастырайық беташарымызды, жаңа нағашыларды қастарыңызға бір адам қосып аласыздар ма? Кім? Рауанды алайық дейді ғой. Рауан. Өзімен өзі отыреді ғой негізі. Рауан келсін деп жатыр, үшінші адам Рауан болсын. Ал, ендеше мен нағашыларды микрофон шығарып жіберейін, кәне орта шақырайық. Екі ауылдың арасы жақын қылған нағашы, ағайынның арасын тату қылған нағашы, өнерлі баласын ақын қылған нағашы, осылай деп асырдым нағашының бағасын, төрімізге келген бақ болып нағашыларға қарашы, нағашы деген қандай еді, үзілген жерді жалғайды, жақсы болса нағашың, көңілде кебіл қалмайды, аман болса нағашы, жиендеп тойға келген соң, көрімдігіндеу арнайды. Ғалымжанның нағашылары, Тынышгүл апамыз бастаған, Сабыржан Ермахан, Жапар Марку, Сейтжан ағамыз, Бақыт Қарашаш, Ақылған Мөлдір, Қайрат Гүлшар, Ғазиз Салтанат, Ерлан ағамыз арнайы Жаңақорғаннан келіп отырған, Ерлан Аягөз, Динара Нұргүл, Ерман Бейбіт, Ерасыл Расыл Гүлнұр, Ақнұр, Жәниядай нағашылар, билер құты олай кәнеке. Беташар жалғастырайық. Жайғасып алыңыздар, қолыңыздан қойын. Ал, енді нағашылардың ішінен арнайы атап өтіп кетсем деп жатырмын. Жаңа осында жүгіріп, қызмет жасап жатқан Ерлан ағамыз, Ерекеңе бір 2 сәлем салып қойыңыздаршы, арнайы Жаңақорғаннан келіп отыр Ерлан ағамызға қол соғып қошемет етіп қойсаңыздар болады. Міне жігіттің 3 жұрты болады, соның ішіндегі ең ұлысы нағашы дейді, нағашыларымыз аман. Ой, рахмет сізге, Алла разы болсын. Осындай дәугейлер қайырмай дейді келеді, өзі дәугей. Молодец. Ал, Жаңақорғаннан келген кісі осындай болады. Ал, енді беташарды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Осындағы барша құдағиларды мен ортаға шақырайыншы келдім. Анау, шапалақ ұрып тұрайық үшеуміз, мақұл ма? Сіздер шапалақ ұрып тұрасыздар, сіздер ағалап тұрасыздар, өзім реттеп тұрып келдім. Самал желмен тербеледі сенің қара шаштарың, ойлайсың ба сен де мені құпиямды ашпадың, өмір бойы өзіңмен
махаббатқа балаушы айналайын құдаларым табылады сұрағаның билеп шықсын мың ортаға менің алтын құдаларым құдағи мен құдаларым сендерге сенгіл аламын билеп шықсын мың ортаға құдалар мен құдаларым билеп шықсын мың ортаға құдағи мен құдаларым барша құдағиларды күлайға құдағиымыз бастаған Нұрбол құдамыз, Қалмырза құдамызды, Күлиза құдағиымызды, Әбубәкір құдамызды, Нұржамал құдағиымызды, Әбілхан Мари, Бекайдар Қарлығаш және де Сүндетбек, Ақбөбек, Юсупбек, Шәукірдей құдаларымызды билеп күтіп алмаймыз ба кәлеген? Ал кетті! Күздің жолдар, жара-жарым, мені ойландырам, сенің қалауым, мен сүйімдіме сені, ұялғаныммен, бүкіл өзіңді ұялғаныммен, күздің жолдар, жара-жарым, мені ойландырам, сенің қалауым, рахмет. Ал енді мен ортаға бүгінгі тойдың иелері Мұсақожа ағам мен Гүлнар анамды ортаға шақырайыншы. Жіберші, музыка қайда? Музык 051 Кобальт автокөлігінің иесі. Алайықшы өтініш, көлігіміз керегі болып жатыр. Мұсақожа көкем мен Гүлнар анамызды шақырайық ортаға келген. Ал кетті! Ортада билеп атты. Көке, мысалға жүрге келіңіздер. Анамызды шақырайық ортаға. Құрметті қонақтар, мына сіздер назарды ортаға салыңыздар. Көке, той құтты болсын. Келіп отырған қонақтар танисыз ба? Танимыз. Сіз танисыз ба? Сіздер танымадау деймін, ешкім шапалақ ұрған жоқ па? Өйтіп сұрамаған шапалақ жараспайды көке сізге. Көке, мына жаққа тұрыңыз. Мына жаққа тұрып алыңыз, осы жаққа барып алыңыз. Сіз мына жаққа тұрыңыз. Мен сіздерді өзім шақырам. Артқа кіріп кетіңіз, арт жаққа қарай. Сіз де сәл кішкене артқа тұрып алыңыз. Музыка, микрофон сәл шығарайық. Ендеше кеттік. Музыкадан кеттік. Шығар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, дорогие дамы и господа, қазір сіздердің алдарыңызға шығатын кісі Қазақстан Республикасының құрметті азаматшасы, құрмет және даңқ ордендерінің иегері, Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы, Ескендір Хасанғалиевтің қарындасы, Бибігүл Төлегенованың сіңілісі, Роза Рымбаеваның жаным деп өсек айтатын подружкасы, әйелі бақыты бағдарламасының жүргізушісі, самая красивая, неповторимая, просто шикарная, мисс Казахстан с 2000 до 2022 года. Ендеше сіздердің алдарыңызда бүгінгі той иесінің жұбайы Гүлнар анамызға шапалақ бар ма? Келесі шығатын кісі қыбыр-жыбыр жақтыра бермейді қатты. Тынышталайық. Отырып алыңызшы. Көкем шығайын деп жатыр да. Анау нәрсені жақтырмайды, бәріміз отырайық. Аға, отырып аласыңыз. Ашуланып кетеді ол кісі. Сіздер тұра беріңіздер тыныш. Көке дайсыз ба?
артта тұрса жоғалтып алмас тұра беріңіз. Залда сұлулыққа жүрегі шыдамайтындар болса шығып кете салсаңыздар болады. Кеттік жер. Бүгінгі той иесі, Шымкент қаласының құрметті азаматы, бүгін тойдың керемет өтуіне атсалысып жатқан Ғалымжанның әкесі, Ғалымжан ішінде, сіздер ішінде ең құрметті адам, сіздердің алдарыңызда Мұсақожа көкеме шапалақ барма! Мен бір күшті шығады деп ойлағанбыз да, келіңіздер ортаға, келіндеріңіз құтты болсын. Осы бақытты күндеріңізден Алла айырмасын дегім келеді. Көке, мынау келініңіз құтты болсын. Ғалымжанның, ал Ғалымжан маған менен үлкен. Мен өзіне рұқсат сұрап алдым, жаңа Ғалымжан деп айта берсем бола ма дедім. Ғалымжанның бүгінгі бақытты күнімен сіздер үшін жүректен құттықтаймын. Бүгінгі керемет күнде міне керемет дастархан жайып жатырсыздар ғой. Аса мейірімді, ерекше қамқор, Аллаға мақтау мадақ, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Осы дастарханда айтылған әрбір тілек, ойланған істелген әрбір әрекет жақсылыққа алып келсін, Құдай қаласа. Көкемнің 32 жыл күткен арман орындалып жатыр. Шапалақ ұрпашыма деп қойыңыздаршы міне. Мен көкемнен асқан бақытты жан-жан, Ғалымжан Қалеке келіңізші ортаға. Жылайын деп атсыз ба, не қалай? Тұра беріңіз. Қалеке, мынау, сіз қазір 30-ның үстіндесіз, көбесін жасыңыз қаншада? 67-тен 68-ге кеттік. 67-ге келгенде түрім қандай болады деп ойымдаудың қажет жоқ сізге. Тура осындай боласыз, болды, бастай басын вариант жоқ. Мына кісіге қатты ұқсайды ғой, көрдіңіздер ма, екі кісі? Әкемен әкеңізді бір құшақтап сүйіп қойсаңыз болады. Шапалақ ұрып қошемет етіп қойыңыздар, құрметті қонақтар. Жолдас болақ сатпай, жақсылап, күшін құшақсаңшы. О, міне шапалақ ұрпай, құрметті қонақтар. Анамызды бір құшақтап сүйіп қойсаңыздар болады. О, рахмет. Қалеке, кетіп қалмаңыз, осында тұра беріңіз. Алла бұйыртса, осы келін сіздерге бар жақсылықты көрсетсін. Мынау, қазір сөз бар ғой? Қазіргі сөзбен айтып жеткізейінші. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады дейді ғой, қазір айтады. Сол Ғалымжанның осы қазіргі абыройын одан сайын көкке жетелейтін, Ғалымжанның басын төрге серейтін жары болсын, Құдай қаласа. Алла нәсіп етсе. Енді көкі келініңізден сізге 5 сәлем болсын, кішкене жақсылап сәлем салып қойыңыздаршы. 1, 2, ой, бәрекелді. 3, міне, 4, шапалақ ұрпай, 5, ай, бәрекелді, рахмет. Бірдеңе салмайсыз ба көке? Салып қойсаңыз. Одан кейін келін болып түскен кезіңіз есіңізде ме? Бір салғанда қанша сәлемден салдыңыз? Осындай 3 сәлем. 3 сәлемден ба? Қазір келініңіз 9 сәлем салады сізге, санамаңыз мақұл ма? Давай. 9, кеттік. 1. Осыға керек емес. 2. 3. Ой, рахмет. Давай. 4. 5. Аузың жыбыр-жыбыр етіп дұрыстап салма. 6. 7. Шешең деме. 8. Давай. 9. 10. Қожалар үшін 11. Қожалар үшін 12. Қожалар үшін 13. Нағашылар үшін 14. Нағашылар үшін 15. 16. Папамыз үшін 17. Папамыз үшін 18. Папамыз үшін 19. Мамамыз үшін 20. 21. 22. Шапалақ ұрмасаңыздар 23. 24. 25. Қаттырақ 26. 27. 28. Жете ма? Алла ұзағынан сейіндірсін сіздерге. Өзім 43-ке дейін ақ санайлармен дұрыс болды тоқтатпаңыз. Мынау келіндеріңіз құтты болсын, иншалла. Алла нәсіп етсе. Енді көке, келіңіздер, бірге тұрыңыздар. Енді мен осы орайда сіздердің осы семьяларыңызды бір түгендеп алсам деп жатырмын да.
Ғани ағасы бар екен. Ғани ағамыз келсінші. Ғани ағасы. Ғани ағасы. Музыканы қошы. Ғани ағасын шақырайықшы. Жібершканы музыка. Ғани ағамыз қайда? Кәні? Қайдасыздар? Жет. Кет. Қос. Шан. Ғани ағасы. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме. Өз басыңның қамын ғана жей көрме дейді. Міне, Ғалекеңнің бауыры Ғани ағамызға бір қол салып қошемет етіп қойсаңыздар болады. Бүгін Ғалекең үйленіп жатқан кезде неге бір салмасқа ар жаққа деп жатқан ғой, ойбай жаным, молодец, не деген мейі бар адамның. Көкесі, былай тұрыңыздар. Қолыма сап қойдыңыз ба? Что-то көрмей қалдым да. 10 мың салдыңыз ба? 20 мен класстасының тойына салып, ініңіздің тойына тағы бір 10 теңге салыңыз. Тағы бір 10 теңге салыңыз. Алатын кезде бөліс оласыңыздар көрсеңіз іштейін. Жеңгеміз қайда? Айжамал жеңгеміз, қол көтеріп қойыңызшы. Қолыңыздан 10 теңгені алып келіңіз бері қарай. Ойбай көріп тұрсыз ғой шығызып отыр ғой бәрі. Ғани ағамызбен Айжамал жеңгемізге бір 3 сәлем салып қояңызшы арнайы. Ой, рахмет. 2, 3 туған абысын Ғани аға келіңіз ортаға. Бүгін той, бүгін ұлы мейрам, бүгін ұлы қуаныш. Осы қуанышты күнді күттіңіз ба? Армандадыңыз ба? Армандадық. Точно ма? Түріңіз бір түрлі тұрып күліп мырза болып тұрсаңыз, Ғани аға, Алла қаласа келін құтты болсын сізге бір құшақтап алып қояйын. Рахмет, тұра беріңіздер. Енді үлкен әпкеңіз Мақпал ма? Мақпал әпкеміз қайда? Шығаршы музыка, билеп, олай емес, билеп кәді. Шығар музыка, сақал болып сен де қоймай демесін. Мақпал әпше, келін құтты болсын. Сіздің түріңіз мен постоянно күліп жүретін сияқтысыз осылай күшті. Сіздің үйіңізге барсам ішіп пыспайтын сияқты. Бұл кісінің жұбайы Ербол ағамыз қайда? Бұл кісінің жұбайы Ербол ағамыз. Ереке. Жездуха. Ереке. Қара. Ереке, жібер. Көрші. Ондай музыканы көтермейді сияқты ол кісі. Ереке. Құдай ақымен емес, музыканы қойып отыр, мен кінәм жоқ Ереке. Мынау бүгінгі келін құтты болсын. Сумкаңызды алып келіңіз, иә? Негізі Ербол ағамыздай сарқытындай өлімнің қалған қарға егер болса дүние арман бар ма, ара кетіп назарды аударайық, бақытты болып бүгін қалған жанға. Осындай жездесі бар ғалымжанның, айтыңдар шырағайын, арман бар ма деп қояқшы, шақылаға қошыма деп қойыңыздар. Рахмет, мен бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Ғалымжан кеше таңғы сағат 4-те звондап маған. Жездем Биташарға 40 мың теңге салам деп жатыр деді. Миллион ба? Одан кейін Мақпал әпке, келін құтты болсын, арнап салып қойсаңыз болады. Шапалақ ұрып қошыма деп қойыңыздаршы мұны. Ғалымжанның Биташарына арнайы әпкесінен, ой, мұны қол салып қошыма деп қойыңыздар. Той құтты болсын. Әні, 10 кетті. Ой, таратып жатыр ғой Макс, ой, молодец. Әні, ой, 10 теңгесін аппағанын айтады ғой, оны саласыңызшы. Ол бәрі ешкім байымайды оған. Рахмет. Одан кейін Мадина әпкесі бар ма? Мадина әпкесі. Музыка, Мадина әпкесі. Әдемі музыка қосшы дейді кән. Жібер. Қос. Есі. Сақал сен бұйықтың ғой кесі. Жібер. Қос кән. Жоқ жанына қалсаншы бірден еді. Қалмақсың қайжақшы. Сен болмайсың. Өреке, өзіңіз шығыңыз кән. Жібер музыканы, қосшы. Кеттік. Жар болуға қалайсың мендеге, сонда сенің махаббаттың болуға материалдық жағдайын бермейме. Бұдан кейін маған билейін деп айтпа. Не бейін ол? Сіздің жұбайыңыздың есімі? Арман. Арман ағамыз қайда? Жіберші кәнді. Қосшы.
келе аласыз ба братан? Ұқсайсыздар. Бірақ шаштары айтса жоқ, іштеген әдемі. Шашы әдемі, шашына тиіспейміз. Шашы нормально. Ерген үлкенсіз ғой сіз, сіз үлкенсіз. Сіз одан кейінгі дегеніміз бажа. Аузымды жаптыңыз ба? Іштеген. Ареке, аузымын қашан жабасыз десек. Ойнамай қабайды. Жоқ, не ғой? Келіңіз. Маған емес. Мен сұрап отқан жоқ, өзіңіз беріп атыс көріп атыстар ғой. Маған емес. Ғалымжанның тойына деп атағаныңызды салыңыз кәнеке. Арман жездесіне. Кәне, қол соғып қошпай деп қойыңыздар. 10, 15, кәне. Бала-шаған шақыршы дейді. Кім бала-шағасын шақырайды? Бәрін бала-шаған шақыр. Бәрін бүкіл бала-шаға келші. Кеш бала-шаға кел, бала-шаға келдер. Кел абай. Кел. Кім бала-шаға болған жоқ әлі тұра тұрыңыз. Бала-шаға кел. Ойбай келші. Кел, ал. Ой, бәрекелді. Шапалағар қошпай деп қойыңыздар. Е, 10 мыңнан шашқанда менде бала-шаға болар, мен бәлкім сол жерде. Ал, құтты болсын. Bir қатарға тұрайық. Келіңіздер. Барлығымыз бір қатарға тұрайық. Менің көкеміз бенен анамыздың көз қуаныштары болып тұрыңыздар бір қатарға. Тұрыңыздар. Сіздер түгіл қойыңыздар, сіздер сол жерде тұра беріңіздер. Ғани ағамыз қайда? Ғани ағамыз жеңгеміздің қасына тұрсын. Сіз екеуіңіз сәл шетке. Ғалымжан аға, келіңіз, сіздер тұрып алыңыз. Құрметті қонақтар, сіздерге сұрақ болсын. Бүгінгі Мұсақожа ағамыз бенен Гүлнар жеңгеміздің жайған дастарханында қандай кемшілік бар? Ешқандай. Бәрі дәмді ма? Күшті ма? Ыстық па? Тәтті ма? Кәмпит бар ма? Бір кәмпиттен алайықшы, бір кәмпиттен алайық. Бәріміз бір кәмпиттен алыңыздар. Қолдарыңызды алыңыздар, бір кәмпиттен алыңыздар, иә? Көтеріңіздер, жоғары көтеріңіздер. Алла қаласа, Ғалымжан менен Жұбайыңыз десін ұмытып қалдым. Әрсен, Ғалымжан менен Әрсен. Не істейді? Орол көштірсе. Оролдар бәлем olur. Шейтанбай көштірді. Көтеріп па, Ғалымжан менен Әрсендің бесік тойына келейік деп, үйлену тойында болайық деп, барлығымыз осы шашуды ортаға шашайық әнеке. 1, 2, 3, тойды болсын әнеке. Тимейміз. Тасла. Арамызда бойдақ жігіттер бар ма? Кім? Оролық па бойдақ? Кім? Жоқ, арам үйленбей жүрген бір жігіт керек. Осы үйлену керек деген кім бар? Нұрлан бар, кел. Оролық тұра беріңіз сіздер. Жасыңыз? 32. Деп айтпапсың, что білем 32 дегенізді. 32 деген Нұрлан ескелді үйлену. Сосын Айдос, сосын кім? Вандамға ұқсайтын братан атығым. Нұрсұлтан. Келіңіз. Кім? Капитен пас кетпейміз. Кім бар? 1, 2, 3. Ерболат дейді. Қанат. Не дейді? Болат. Бәрінде туама бірдеңе бар болсын. Арыстанбек. Шерхан. Болат дейді. Таусыламы? Жалғас бар дейді ғой еще кезінші. Жалғас. Руслан. Қош Руслан да үйлемейді. Грек дейді ғой. Руслан кесеңізші. Урал тұра берсін ол. Болат. Кім? Жоқ, бір минут. Болды, жетеді осы. Бәріне бірден той істеп берейін деп атқан жоқпыз ғой. Көкем. Ғалымжан тұра беріңіз. Құдай қаласа, менің көкем мен анамыз сияқты сіздердің де үйлеріңіз осылай той жасасын, Алла нәсіп етсін. Ертерек үйленгім келеді. Шынымен ұялып қысылмаймыз. Мен үйленгім келеді деген жылай адам келсінші ортаға маған.
Сіз ба, Нұреке, Құдай қаласа жұғысты болсын сізге. Енді кәмбиттен емес, тезірек жұғысты болсын деп жатырмын. Ғалымжанның алдына барыңыз, Ғалымжанның алдына барыңыз, барыңыз. Құшақтамаймыз. Бетпе-бет тұрамыз. Бетпе-бет, бір-бірімізді қарама-қарсы. Сәл жақындаймыз. Нұрман, аузыңды аш. Ғалымжан, түкір. Ойдан кәмбит алыңыз. Ой, бәрекелді. Бір қатын жете ма? Нормально ма? Еще екшеу алғың келе ма сен әлі? 4 кәмбит алып жатыр, құрметті жігіттер. Мынау халықтың шашып жатқаны. Адал дастарханнан келіп жатыр. Бір-бірден алыңыздар, Алла қаласа жұғысты болсын сіздерге. Алыңыздар. Дін ислам кән? Дін ислам қанат, жалғас, сосын болма? Кән? Кім болады, апарып беріңдер сол жігіттерге. Болма? Ал, құрметті Мұсаға көке, қойыңыз құтты болсын. Мынау қарасың мал жереді ылайымнан, күнде тілеймін Құдайымнан. Мұстажап менің батам қабыл болса тәңірім айырмасын жұбайымнан. Мамамыз қағып кетіп тұратыр? Кетпеңіз, келіңіз. Бүгін проблеманы сол сіздер шешсін сіздер үшін. Сіздер уайымдамай осы тойды тамашалаңыздар. Келіндеріңіз құтты болсын. Бесік тойға келуді нәсіп етсін Құдай қаласа сіздерге. Аумин деп қаяқшы бір бесік той көруді нәсіп етсін осы үйдегі. Осы үйдегі жиын қуанышты көруді қайта нәсіп етсін сіздерге. Қалеке, келіңіз, тұра тұрыңыз. Енді Ғалымжан сіздердің ұлдарыңыз. Қанша үлкен болса да сіздер үшін кішкене бір көрінеді ғой сіздердің көздеріңізге. Кімде берген едіңіздер? Бөпе? Кім? Кішкентай еркетай. Көке сіз? Гален. Кім? Гален. Бүгін Галеніңіз сіздің бөпеңіз үйлену ма тұрапа? Айтып жатырмыз ғой, негізі мені шақырғанда шын жүрекке қуанып кеттім. Мен ақшасынан қуанған жоқпын. Негізі маған айтты, біз Нұрдәулетті осылай танысымыз дегеннен кейін мен білдім. Нұрдәулетті қатты жас емес екенін білемін ғой. Араларынан бір жақсы керемет әдемі жігіт үйленіп жатыр дегеннен кейін мен өте қуанышты болдым апа. Алла жақсылыққа жасысын бұйырса. Мынау үйленбей жүрген балалардың бәрінің фотолары бар ғой, маған WhatsApp-та тастасаңыз. Бөпесін көрсем деген ниеті ғой. Бөпесін көрсем деген ниеті Құдай қаласа. Апа, мынау түседі күлген кезі кейнесі ме, күлкісі қуанышы сыйнесі ме, қаламның сұлулары табылмайды, анамның күліп тұрған бейнесінен. Көке, анамызға шапалағыр қошымет yapmaysan, көке келіңіз ортаға. Сізге бүгін өміріңізде істеп көрмеген ерекше затты мен предлагать етейін деп тұрмын көке. Былай қарап тұрыңыз, былай қарап. Шыңыздан бері. Мына жаққа, алдыға қарай. Көке, қазір шашты бүйтесіз, мына үшін әкеліп береді сізге. Ұғы ма? Давайте, 1, 2, 3 дегенде бір көрейікші. 1, 2, 3. Міне, әдемі. Шабылғыр ба, көкемізге арнайы құрмет қонақтар. Рахмет. Жайғасайық, той құтты болсындар. Кезек беріп жезде мен әпкелерге, жезде әпкеміз келсе бір бақ келер ме? Ақ келін арна бәсем сәлем салдың ортадағы жезделер мен әпкелерге. Басылатын көккен ақ қадам болсын, қонақ күтер бәріңнің шаман болсын. Әпкелер мен жезделер билеп келесін, әпкелер мен жезделер аман болсын, барша әпкелер мен жезделер, Нағима әпкеміз, Айман Жәнібек, Еркін Хадиша, Зүләрия әпкемізді, және де Зүлфия әпкемізді, Ербол Мақпал, Сәкен Шолпан, Арман Мадина, Шухрат Беризат, Мұхтар Гүлжан, Маржан, Жанат әпкеміз, Тұрсынбай әпкелеріміз, Тұрсынай әпкелеріміз ортаға билеп берген жерге шарайық болсын. Айтыңыздар, ал кетті.
Көрімдіктеріңіз арнап қойыңыздар, армен қарай барша ағайындар. Жылы сөз ақ бұлақтай ап қыласын, басыңның бағанасын бақ құрасын. Айналайын бөлі мен жиендер бар, тойында аямастан шапқыласын. Бөлелер мен жиендер қайда деймін, осылай әуеніммен сайра деймін. Бөлеменен жиендер баршалары билеп келсін ортаға қайда деймін. Айналайын бөлемен жиендерім, сендер болып жақсылық сүйенерім. Әй, айналайын дегендей аймалада ортаға келсін бөлеу жиендерім. Барша бөлелер менен жиендер, Әзірхан, Ақжан, Шерхан, Нұрдәулет, осында Сая, Бағдәулет, Зарина, Алдияр, Асылзат, Асылжан, Айгерім, Олжасқан, Аиша, Ернұр, Әсел, Жасынырдай барша бөлелер менен жиендер, және де Ғалымжанның жиендері, Мұратәлі, Инсар, Исламхан, осындағы Ләмес, Мұхаммед, және де Назырге, Абдулладай әні қарындастарын бірге шақырай ортаға кәніге келіңіздер. Көңіл күйді көтеріп берейік, кәніге жіберейік музыканы. Кел! Ал келесі сәлемді мен домбырасыз арнайы ортаға шақырып кеп жатыр. Бұл той осы кісілердікі, осы жиын қуаныш осы кісілердікі. Мен сол себепті ол кісілерді арнайы осылай айтқалы жатырмын. Айналайын алтындай ағайындар, ән айтып жыр жазатын талайың бар. Қожалардың бәрі де аман болсын, айғайлап қоймаймыз ба ағайындар. Сәулет қосып елімнің сәулетіне, дәулет қосып елімнің дәулетіне. Бүгінде әдемі той болып жатыр, қожалардың керемет әулетінде. Ағайын осы тойды көрсін деймін, жақсылап көрімдігін берсін деймін. Бүгінгі қожаларда той болып жатқан қожаның ағайындар келсін деймін де барша ағайын туыс бауырларды, Омар Задан атамызды, Задан апамызды, Асан атамызды, Ділдіхан апамызды, Өмірзақ атамыз, Ұлжан апамыз, Мүсілім Гүлжан, және де Тойбол Тұңышкүл, Ильяс Гүлбарахан, Ербол Айнаш, Өзген Халима, Мұхтар Айгүл Ханзада, Рашид Гүлназдай барша ағайындар ортаға келейік, және де қайнаға абысындары Абылай, Әсел, Нұрғали, Гүлжанат, Ғани, Айжамал, Есбол, Махаббаттай барша ағайын туыс бауырлар. Той түріне табылайық, кәніге келіңіздер, шығарайық музыканы. Еркін! Ғалымжан шақыр жүріңіздер сырттан. Ғалымжанның барша достарын шақырыңыздар. Өзіменен бірге Ғалымжанның барша достары. Иығыңды толтырып, көтер жүктің ауырын, достығымыз әрқашан үзілмесін бауырым. Балалық күнге қол болға, жеңілі жоққа жолдың да, қыраның ұшып келер деп, күтеді туған ел бұнды деп Ғалымжанның дос ағаларын ортаға шақырып кеп жатыр. Алдыменен Нұржан ағамызды ортаға шақырсақ, Нұржан, Қасымхан, Бейбітжан, Бектас, Нұрлан, Қайсар, Ерлан, Асқар, Талияр, Мақсаттай дос аға бауырлары ортаға келейік, кәніге шығарайық мұсыға. Қайдасыздар?
келіп тұрып алсаңыз болады, мен сізді ортаға шақырайын, өзіңіз сұранғандай. Алдыменен Ақылбайдан бастайықшы. Ақылбай есімді жігіт бар ма? Ақылбай келіңіз ортаға. Сізді шақырып жатырмыз. Мынау бастамасын осы Ақыл ағамыздан бастасақ деп едік. Жайлап сала беріңіз. Ақылбайдан 5 мың, 10 мың болып жатыр. Ақылбай 15 мыңға толтырып кетпейсіз ба енді осыны? Ақыр келіп кеткен екенсіз. Беташарға құрбет кетпейтін шығар сиятырып 5-10 мыңға толтырып Ақылбайға 2 сәлем салып қойыңыздар кәнеке. Рахмет. Одан кейін Бақберген бар ма? Бақберген. Бақберген, мен сіз танимын. Мен сіз жақсы танимын. 10 мың салып. Молодецкім. Анан, 2 мың теңге не қылайын деп атсам, сала салмайсыз ба? 1000 теңге ше, оны керек емес шығарсыз, болды. Рауан бар ма? Рауан ағамыз майдалады, бап кетті кәдімді. Бүгін, жан рахмет, Алла разы болсын. Самаямайтын бап келген ғой бірденше. Сал жіберем іштен келмейді. Бағдат бар ма? Бағдаттың автосалоны бар, мен білем бұл кісіні. Бағдат пен Айдана бүкіл өтіп атқан машинаның бәрі осы кісіге арқылы келіп жатыр қазір қалаға. СПХ-да 46 машинасы тұр деп естіген мен алдымдар бірен. Бағдатқа 2 сәлем салып қояш. Бағдат пен оның жұбайы Айданаға қол соқпашы деп қойыңыздар. Құрметті достар. Нұрдәулет маған айтты, ақшалай болса ақшалай, шлакоблоктай болса шлакоблоктай берем деді ғой. Нұреке, сала береміз. 447 ал мені бірдеңе салайын деп отыр екен. Дін Нұрдәулет болды ма не? Дін Мұхаммед бар ма? Дін Мұхаммед. Ой, бағана шықсай дегенде шықпай отыр екен. Дін Мұхаммед келіңіз. Ақшасы көп екен көрініп тұр ғой, 10 мың, 20-25 мың теңгені маған сақ берді. Ескелді, оралдық жанмашын келіңіз. 5, ойбай, 10, 15, 30, 35, 50 мың теңге алып кетті ғой, шабыла құрып қояқшы. Кеше аурулар көп болды ма десе. Бекзат бар ма? Бекзат жұбайы менен. Бекзат салмақ қосыпта. Мектебі бар білем, Бекзаттың мектебі бар, мен көріп өзім таң қалған. Бекзат, молодец, шапыла құрып қояқшы Бекзатқа жұбайына. Мектебі бар деп атыр қой дейді. Мектеп. Нұрлан. Нұрлан. Сен бүгін бәрін істедің, самай көшіп бол, отыра бер. Саласың ба? Ұяты бар екен, самай кетіп қала ма деп ойлаймын. Нұрланға шабыла құрмаш деп қойыңыздар. Нұрланға тағы 1 сәлем салып қойыңыздар. Ғалым бар ма? Ғалым. Перекупщик емессіз бұл бұрады. Барып сетілмен жүрсің ба? Машиналар көп, ясында бірдеңе олайым. Осындай сондай кісілерде ғана болады. Так, одан кейін қай жердегі ұмытпам ғой. Ғалым бар. Рауан. 2 рет деді жоқ. Басқа Рауан бар ма? Басқа Рауан бар ма? Жоқ па? Нұрсұлтан келсінші ортаға. Нұрсұлтан, Ерсұлтан екеуін бірге шақырайыншы. Нұрсұлтан мен Ерсұлтан екеуі де бірге келсінші қайда? Егіз адамдар шығамын деп ойлаған, о егіз адам. Нұрсұлтан сіз ба? Ерсұлтан ештеңе айтпайды. Жаман Нұрсұлтан етсеңіз бірдеңе айтсам. Сізге айтам бардық десең. Болды, рахмет. Жанғали Жансейіт есімді жігіттер бар ма? Жанғали Жансейіт есімді жігіттер келсін ортаға. Жанғали Жансейіт есімді жігіттер келіңіз. Жан рахмет, Алла разы болсын. Жансейіт бар ма? Мынау бізде енді қазір Болат бар ма? Болат. Бәке, негізі болаттардың бәрін жағдай жақсы болады. Болаттардың бәрі бөгеде бергелетеді. Болат, келіңізші. Күшті, әдемі.
Сақалы бар әдемі адамдар жек көріп тұрмын мен өмірде. Меха сала беріңіз, иә? Молодец. Болатқа шабаланы қошып өтеп қойыңыздар. Қанат бар ма? Қанат келіңізші. Қанат 10, 15, 20. Болды. Ештеңе айтпаймын. Аянышты тұрмен қарадыңыз. Жалғас. Болды, жалғас. Түсіндім. Жалғас, ештеңе айтпашы деді маған. Елдар бар ма? Елдар. Жоқ па? Елдар жоқ па? Нұрлыбек бар ма? Бауыржан. Сонша іздеп қалдым. Маулен бар ма? Маулен. Ой, Мәкен бағанал беріп тұрып, күштігі бос жерде бұл Ғалымжан тойын көтеріп, Ғалымжан тойына 15-ін салып, сон 20 мыңға жеткізіп, жаңа жерде. Топта. Каспий ма? Одан кейін Нұрсұлтан, Нұрекең өзі енді келе жатыр ма? Нұрсұлтан жұбайыменен дейді. Жүсіптің жас варианты ғымда кісіне келді. Аумайды. Нұрсұлтан жұбайыменен. Еркін бар ма? Еркін. Алтынбек. Нұрперзент бар ма? Нұрперзент. Ерболат. Мына кісіше. Алтынбек па? Жоқ деп жатсыр. Алтынбек кепті ғой. Ерболат бар ма? Әдем жігіттер қырықтан жинап аласыздар. Ерболат. Болды, бара беріңіз. Ұзақ кеттіңіз ба? Діни ислам бар ма? Діни ислам дейді. Діни ислам деген жігіттер ғой. Қатты шетін жігіттер болады. Діни ислам деген. Дәке, келіңіз ортаға. Діни исламға 3 сәлем салып қойыңыздар, шарнайы. Шамалуын қошып өтеп қойыңыздар. Діни ислам. Болды десем кетіп баратқан қарсы. Ардақ Бауыржан. Бар ма? Мақсат бар ма? Мақсат. Руслан. Грек деді ма? Грек қой, ә? Руслан. Кесінші ортаға, Руслан, Руслан, красавчик болды. Ештеңе демеймін сізге. Демеу бар ма? Демеу. Мына жақта шоколад Демеу Клем. Демеу Клем деген осы сіздікі ма? Демеу Клем деген сіздікі екен ғой бұрады. Болды ма? Байлар сондай болады. Асылтай шақырдық. Азамат бар ма? Асылтай сіз бар? Асылтай 10 мың сауатыр. Болды. Асылтай сомен көтерем дейді. Азамат бар ма? Азамат бар ма? Серік. Ой, Сәкен келіңізші. Серік бағанал бер қарап мәз болып отыр еді. Настроенция күшті бұл. Бұндай оларын білмей қалды Сәкен. Сәкен. Кәсіпеден өзіңіз не қыласыздар сізге? Ағар шоқпа. Қанат бар ма? Жаслан. Шыңғыс. Марлен дейді ғой. Марлен келіңізші. Шаршы музыка. Марленге музыка қосшы. Марлен. Одай ұрсып кетті ғой түрмен. Марлен домдар соғат дейді. Марлен келет деп атыр. Марлен біз уже қарғап бастап атыр келетін адамдар. Болды, бәрін сап кете салады. Еламан қайда? Карьерлері, не ол карьер деген? Еламан келіңізші, карьерлері бар дейді. Күшті. Карьері бар адам 2 теңге салады ма? Нормально болды, өздеріңіз білесіздер. Ерсұлтан бар ма? Ерсұлтан келіңізші ортаға, Ереке. Болды. Болады сол.
Райымбек бар ма? Райымбек. Райымбек. Не, ақшасын жоғалтып алды ма не бар? Таптыңыз ба? Райымбек. Райымбек, сіз кім боласыз кісіге? Жоқ, не, 10 теңге саласың, 20 болып салмайсың ба? Жолдас боласың дейді еще. Нұржан бар ма? Нұржан. Бесін деген аптабатсың мысалы. Не қаса? Молодец. Аузым жоқ сада. Әкім бар ма? Әкім дейді. Атының өзіне просто Нұреке, Нұржан сіз ба? Каспиге аударсаңыз болады ол кісіге. Атының өзіне просто мына кісінің әкім. Каспиге, әкімдер сөйтеді ғой. Каспиге саламыз. Биылдыққа дым жоқ дейсілады ол кісілер. Нұрмұхан бар ма? Нұрмұхан. Келіңіз, қолына алтын сағат тағып тұрды кісі. Каспиге лақтырам деп, лақтырып кетпеңіздер қыламай. Бауыржан келіңізші. Бауыржанға бір 2 сәлем салып қойыңыздар шыққан. Бауыржан. Қандай спортпен айналысасыз, братан? Спорт жоқ па? Одан кейін Айдос келіңізші, Айдос. Айдосқа көп әңгіме келіп тұр, айтсам ренжіп қалатын сияқты Айдос. Ал Каспиге аударасың, бол, братан. Өсіп кетсін, братан, құдай қаласа. Шығып кетсін, Алла нәсіп етсін. Соның тойына барайық да. Серік болсын бар ма? Серік болсын. Жоқ па? Аңсап бар ма? Арыстанбек келсінші, Арыстанбек келсін. Арыстанбек жоқ па? Азамат Қари дейді. Азамат Қари. Және де осында отырған біздің көршілерімізге енді мен атамай қаптым, үлкен кешірім сұраймын сіздерден, мен байқамай қалғам. Барша көршілер Құрман, Алтыншаш, Кенжебай, Айкүміс, Мұрат, Айсұлу, Ғани, Жаңагүл, Нариман, Гүлмира, Сауыт, Айтжан, Жора, Қаражаш, Нұрлан, Жанар, Жақсыбек, Балаусадай көршілеріміз. Нұрсұлтан, келіңіз, Нұрсұлтан айтылды ғой негізі, телефонмен сөйлесіп отыр, естімей қалды. Нұрсұлтан, үйреніңіз құдай қаласа, келесі жаз вообще ыстық болады дейді, вообще қарай кетесіз. Көршілер келіңіздер ортаға. Бір 2 сәлем көршілерге болсын арнайы келеді. Мамамыз, әпше, келіңізші. Келіннің бетін кім ашса, сол ыстық көрінеді дейді. Келіннің бетін өзіңіз ашасыз ба? Келіңіз апа, келіннің бетін өзіңіз ашыңыз. Ай жүзді, ормал дейін шеше салыңыздар апамызға. Ай жүзді аппақ ару келініміздің, Ғалымжанның басының бағы болған бүгінгі келініміздің бетін ашайын деп жатырмыз. Апа, ашыңыз. Маңдайынан сүйіңіз, ақылды болсын деп. Апа, рахмет. Келін құтты болсын, жобаландырмайыз ба? Рахмет. 2 бетінен сүйіңіз, көрікті болсын деп. Апа, таңдайынан түкіріңіз, ақылды болсын деп. Апа, ой, рахмет. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Мына 2 шеттегі бушный кендерін сүйіп қоймайсыз ба? Ол кісілерді сүйіп қойсаңыз болады. 2 шеттегі 2 кендерін сүйіп қойыңыздар, құдай қаласа. Ой, рахмет. Енді, әпке, мынаны келініңіздің қолына беріңіз. Осы кісінің бүгіннен бастап апалық дүниелерге жұмсалсын Алла қаласа, иә? Орамал ұстаған жігіт қайда? Орамал ұстаған жігіт. Келе ғой. Мынаның есімің? Мұратали, кім боласың? Өскенде кім боласың емес, қазір мына жерге кім боласың? Жиені. Мынаның ішінде ақ тиын, саған берілген бақ тиын. Мұратали, түсіндің ба? Осы тиынды аласында 2 литрлік банкіге толтырып су құясың да, ішіне тиын салып қоясың, мақұл ма? Азында ашқарыңа бір қасықтан ішіп отырасың. Сөйтіп су біткен кезде үйленесің, Мұратали, құдай қаласа. Осы сіздердің әулеттеріңізге келін алып келсін деген ниетпенен есіктен шығып кетсең болады, Мұратали, бар. Шығып кет. Анайға шығып кет. Шығып кет. Тез шығып кетші. Мұратали орамалын ұстап алып шығып кет. Шығып кет. Бол. Нерма тимей, тез шықшы. Шықсай. Құдай қаласа Мұратали келін алып келеді сіздерге Алла нәсіп етсе. Ал 40-тың бірі Қыдыр, 100-тің аузы уәли, батаменен ел, жаңбырменен жер көгерер. Ғалымжанның Алла қаласа Ғалымжан мен Әселдің гауһар тойына келейік деген жандар аумин деп қойыңыздар, осы жерде бір жақсылығы Құдай қаласа. Ал аталардан аумин деп бата сұрайық, одан кейін ортада бір тамаша би болсын сіздердің құрметтеріңізге. Аталардан аумин.
Amina, kelinge. Allah dasturxonini bergisin bersin, otbaсын aman olsun, mınau kelip жатқан келініміз Құда қаласа көп жасасын. Екі жасымыз бақытты болсын, ұзақ ғұмырлы болсын. Құдай қаласа өсіп-өніп, біздерге тек қана осылардың тыныштығын, рахатын көруді Алла нәсіп етсін. Allah mınamızdan bunların toyun kendirmasın, toyların toyga ulasa versin, ulasa versin. Bugünkü tilektin bäri kabul etişinin kulağına çalınsın. Dasturxonuna toyga soqqa versin. Amin. Allahu Ekber. Apa? Amin deysen. Kim bulmuş? Aramızda kelini kutluyoruz. Şahanı göğsüne demirsin. Жақсы беделді келін болсын. Сыйлап ішін сыйлайды ма. Асап көрген балам, кешкентай бап бола білген ғой. Сұрақасы біздің балаларымыз жұпыстыр бола берсін. Өмір жастарымызға. Amin. Allahu Ekber. Endişe toyqutimiz ortada bir bo'lgan kelinimizni olib ketishga ruxsat berilgan. Muzikani qo'saylik.